Біріншісі, түстегі ит немесе шошқа. Әсіресе, егер түсіңізде көрген иттің түсі қара болса, бұл сізге дуа, сиқыр жасалғаннан тікелей хабар береді. Аллахтың елшісі оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын, былай деген: түстегі қара ит бұл шайтан деген. Екінші белгісі, түсіңізде уды көру. Адам баласы түсінде уды көрсе, бұл да оған дуа жасалғаннан хабар беретін түс. Мұндай дуадан құтылу үшін ардақты пайғамбарымыз оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын, былай деген: таңертең аш қарынға 7 түйір Медина жерінде өсірілген аджва финиктерін жеу керек. Осылай жасаған адамға дуа жоламайды, у сіңбейді деген екен. Үшінші белгі, жылан. Түсте жылан көру дуамен қатар жындармен де байланысты болуы мүмкін. Әбу Саидтің сөзін мысалға келтірсек, бірде ол Әбу Саид әл-Худридің үйіне кіреді. Оларға Аллах тағала разы болсын. Үйге кіргенде ол оның дұға оқып отырғанын көреді. Ол кісі былай дейді: мен жайғасып отырып дұғасын аяқтап біткенін күттім. Bir кезде құрғақ пальманың шыбықтарының арасынан жыбырлаған нәрсенің дауысын естідім. Мен сол дыбыс шыққан жаққа қарай бұрылып қарадым. Онда жылан тұр екен. Жыланды көре сала мен оны өлтіруге ұмтылдым. Бірақ ол қолымен белгі беріп маған отыруымды бұйырды. Мен де отыра кеттім. Дұғасын оқып болып, ол маған бір үйді көрсетті. Аңайды көріп тұрсың ба? Мен иә деп жауап бердім. Сол үйде біздің қатарымыздағы бозбала тұрды. Ол жақында үйленген болатын. Біз Аллах елшісімен шықтық. Оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын. Біз Урва шайқасына дайындалғалы жатқанбыз. Жаңа айтқан бозбала пайғамбарымыздан күніге бір жерге барып қайтуын сұрап жүрді. Әйеліне барып қайту үшін сұранатын көрінеді. Bir күн ол пайғамбардан тағы да сұранатын кезде, ол оған: өзіңмен бірге қару алып ал, себебі жолда қарсыластарымыздың тайпасына жолығып қалуы мүмкін деді. Жігіт қаруын алып үйіне қарай жөнелді. Үйіне жеткені сол еді, әйелінің есік алдында тұрғанын көреді. Қызғаныштан өзегі өртенген ол әйелін жаралағысы келеді, бірақ әйел оған: қаруыңды тарт, үйге кіріп, менің сыртқа шығуыма не себеп болғанын өз көзіңмен көр дейді. Үйге кіргенде ол төсекте жатқан алып жыланды көреді. Ол қаруын көтеріп жыланға қарай бас салады. Үйінен шығып, қаруды қабырғаға қадайды. Сол кезде жылан үйден атып шығып, бозбалаға қарай ұмтылады. Бірақ кімнің бірінші ажал құшқаны белгісіз. Жылан бірінші өлді ме, әлде бозбала бірінші өлді ме? Біз осы жағдайдан кейін осының барлығын ардақты пайғамбарымызға келіп, оған Аллахтың саламаты мен сәлемі болсын, баяндап бердік. Одан Аллах тағаладан бозбаланы біз үшін қайта тірілтуін өтіндік. Ол бізге былай деп жауап берді: сендер одан да Аллах тағаладан сендердің достарыңды кешіруін сұраңдар. Ақиқатында Медина жерінде жындар да өмір сүреді.